Енді, мұны одан да жақсы екен. Майраба. Oh, hi, hello. Hi. Welcome to our hotel. Thank you. Hi. Hello, can I help you? Yeah, do you have rooms? Yes, which one? On there. Yes, of course we have. Амансың ба? Рахмет, балақай. Қалай? Сен өзі осы жерде жұмыс істейсің бе? Я? Ой, жоқ. Мен анаммен бірге келдім. Анам еден жуып жатқанда мен кітап оқып отырамын. Үйде қалған қызықсыз. Ал мына жерде әртүрлі ұлттар келеді. Мен солармен сөйлесемін. Бәрекелді. Бәсе, жаңа ана жерде бір ағылшынмен амандасқаныңды көрдім. Ағылшын тілін жақсы білетін шығарсың. Ой, әрине ата. Біз мектепте ағылшын, орыс, қазақ тілдерін үйренеміз. Керемет. Тағы да мен француз, түрік, қытай тілдерін білемін. Керемет. Сенің өзіңнің есімің кім бе? Менің есімім Әсет. Әсет? О, Мереба. Merhaba, nasılsınız? Бәрекелді. Әсет, білесің бе, мен сен секілді дарын емеспін. Менің білетінім бірақ шетел тілі, испан тілі. Испан? Иә, мен Испанияда 20 жылдай тұрдым. Испанияда? Иә. Айтқандай, мен де испан тілін білемін. О, бәрекелді Әсет. Сен 7 тіл білетін болдың ғой. Иә, Әл-Фараби атамыз 70 тіл білген. Мен де 70 тілді үйренемін. Бәрекелді. Ал орыс тілі ше? Ой ата, орыс тілін судаймын ғой. Сізге тақпақ айтып берейін бе? Алғаны тыңдайық. Гуси, ха-ха-ха. Есть хотите? Да. Хлеб пен масло. Нет. А чего? Тағы да сындылар. Жарайсың, Әсет. Бұлай болсын, сен маған аудармашы бол. Жарайды. Ана отырған қыз орыс екен. Сен маған көмектесші. Жарайды ата, жүріңіз. Жүріңіз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели заказать комнату? У нас, к сожалению, сейчас все номера заняты. Әсетжан, мына қыз не деп айтты? Мені сұрап жатыр, немереңіз бе дейді. Нөмір деген немере. Ендеше сен маған бір жеке бөлме сұра. Меня зовут Асет. Это зовут Ата. Сіздерде бөлме бар ма, бөлме? Ата, Ата, кәрі шаршады. Кәрі ата шаршады. Атада үй жоқ. Диван жоқ. Сіздерде бөлме. Сен шала орысша сөйлеуді доғарып, қазақша сөйлесең қайтеді. Мына атадан әуелі қанша кісілік бөлме керек екен, соны сұрап алшы. All right, bye. Goodbye. Thank you.